Ораза айы Құран түскен ай себебі. Оразаның қадірі де, бірден бір қадірі де осы Ләйләтул Қадір болса, Ләйләтул Қадірдің бірден бір қадірі ол Құран. Себебі Құран түскен ай. Көп адамдар ойлайды, Қадір кеші дейді. Ол кезде Қыдыр баба аралап жүреді екен, тур соны аяза тағып қояды, жасыл шапан кигізіп, қолына таяқ беріп, үйдегі кіріп, енді бір түнде ұйықтап жатқан адамға подарка беріп кетеді екен деп, сөйтпе шығарып жатқандар бар. Одан мүлде ол жерге енді білмеймін, енді суперклей жабыстырсаңыздар жабыспайтын әңгіме бұл. Қадір дегеніміз өлшем деген сөз, мөлшер деген сөз. Бұл мөлшер ғалымдарымыз әртүрлін айтады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар, Рамазаннан Рамазанға Алла тағала күнәні кешіреді дейді. Яғни тағдырыңыз шешілетін уақыт. Күнәңіздің кешіріліп, ақ парақтан өмір бастайтын уақыт. Сондықтан бұл кеш хайрун мин әлфи шахр десе, 1000 айдан абзал десе, 1000 айыңызды санаған адам бар ма екен? 83 жыл жобасында болады, 82-де бір нәрсе болады. Ойлаңыз, бір адам сонда 82-83 жыл тынбай ораза тұтып намаз оқыса, сонда бір түн ұйықтамай ғибадат қылғаннан да абзал болады. Сол 83 жылынан да абзал. Бір түндік түн. Бірақ ол түн қай түн екені айтылмады. Ғалымдарымыз 27 дейді, жай әңгіме. 21 дейді, 18 дейді, 12 деген де бар. Біреулер тақ күндер десе, біреулер жұпта күндер деп айтады. Ал пайғамбарымыз не істеді екен десе, Айша анамыздан сұрайды екен. Расулалла оразада қандай болады десе, оразада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзгеретін еді депті. Басқа күндерден артығырақ намаз оқитын, артығырақ зікір ететін, бізді көбірек түнгі намазға оятатын дейді. Көп түнді ұйықтамайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзгергендігі бізге өнеге болады, бауырлар.